Балет әлемдегі ең қиын сала болып есептеледі. Көптеген елдерде балериналар 35 жасында зейнетке шығады екен. Балет бишілері үнемі диета сақтауға, дене бітімдерін қадағалауға міндетті. Олардың салмағы 50 килограммнан аспауы керек. Балет бишілерінің көп билейтіндігі сонша, бір жылда 300-ге жуық биге арналған аяқ киім тоздыратын көрінеді. Яғни балетпен айналысу үлкен жауапкершілік және еңбектен тұрады. Ал осындай күрделі жолды таңдағандар кімдер? Мен солардың бірі 9 жастағы Назифа Нұржан қызымен сұхбаттасқан едім. Жап-жас Назифа күніне 4 сағат бимен айналысады. Мен кішкентай қыздың әлден болашағын жоспарлап қойғанын байқап, қайран қалдым. Жалпы балет өзі қандай сала, қиын ба? Басында бір 3-4 жыл қиын болады, сосын сен үйреніп кетесің. Бірақ жаңа нелер жасағанда басында қиын болады. Мұғалімдерің қатал ма? Бірінші сыныптарда қатал болмайды, сосын кішкене қатал болады. Уақыт өте келе талап күшейеді дейсің ғой, Иә. Жоғарғы талапқа қарамастан Назифа балетті жан тәнімен жақсы көреді. Себебі ол мұны кішкентай кезінен армандаған екен. Болашағын да осы саламен байланыстырады. Мен 3 жасымда Лебединое озероны көріп, осындай биші болғым келеді дедім. Сосын тағы да 4 жасқа толғаннан кейін мені балетке берді. Қуандың ба балетке бергенде? Иә, өте қуандым. Үйде жүгіріп, мектептегі жасаған заттарды қайталап жүрдім. Жалпы жалыққан жоқсың ба? 6 жыл бойы балетпен айналысып келе жатырсың. Жоқ, мен жалыққан жоқпын. Мен әлі өмір бақи айналысам деп ойлаймын. Кішкентай сұхбаттасым пандемияға байланысты сабағын онлайн оқып жатыр. Сабақ болып жатқанда ол бөлменің есігін жауып, мұқият жаттығады екен. Мектепке барған одан күштірек, өйткені кейде түсінбей қаласың, кейде бір заттар көрінбей қалады, кейде сөздері естілмей қалады. Сахнаға шыққан ұнай ма? Қатты ұнайды. Сахнаға шыққанда қандай сезімде боласың? Сен саған көп внимание істейді, сосын анандай шапалақ соққанда, сол кезде саған өте приятно. Опера балет театрының сахнасына шығып көрдің бе? Мен ол жерге шығып көрген жоқпын, бірақ мен көп әртүрлі театрлардың сахнасына шығып көргенмін. Назифа балерина болғысы келетін адамның ең алдымен дене бітіміне, қабілетіне және зеректігіне талап қойылатынын айтады. Балет академиясында оқушылар жыл сайын қатаң талап бойынша іріктеліп, талапқа сай келмейтіндері оқудан шығарылып отырады. Балет майталманы Майя Плисецкая мен 100 жыл билер едім, алайда ерінбесең 40 жасқа дейін ғана билеуге шамаң жетеді депті. Назифа да өмірін балетке арнайтынын айтады. Жас таланттың болашағы жарқын, өнер жолы даңғыл болсын дейік. Себебі ол нәзік те күрделі жолды таңдап отыр.